Сәресіде тойымды тамақ ішкен дұрыс дейді диетолог маман. Рамазан айында ораза тұтқан әрбір мұсылман тән мен жан саулығын ойлайды. Бірақ көпшілігі сәресі мен ауызашар мәзіріндегі ерекшеліктен хабарсыз. Осы орайда кәсіби диетолог маманнан осы бірнеше сұрақтардың жауабын алатын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ораза кезінде организм белгілі бір дәрежеде тыныс алып, ас қорыту мүшелеріне қысым азаяды екен. Ағзада қандай өзгерістер болуы мүмкін? Ораза басталғаннан кейін бастапқы 5-7 күннің арасында ағзада глюкозаның бөлінуі өзгереді. Біріншіден, адам глюкозаны әсіресе ми, көмірсутек пен тәттіден алады. Күндізгі уақытта организм ояу болғанымен біз тамақ не су ішпейміз. Дәл осы кезде мидағы глюкозаның бөліну деңгейі азаяды. Осы ретте адамның бас айналып әлсіреуі мүмкін. Бірақ алғашқы 3-7 күннің арасында организм бейімделіп, кешкі сағат 7 мен 8 арасында ас ішуге үйренеді. Сәйкесінше миға бір қалыпты глюкоза бөлінеді. Байқасаңыз, біразы бастапқыда қатты әлсірейді. Бұл организмдегі глюкозаның жетіспеуінен болады. Сол себепті организм оразадағы тамақтану режиміне өзі үйренеді. Ағза токсиндерден толығымен тазалану үшін не істеу керек? Күндіз тамақ ішпегендіктен организм өзі күреседі. Яғни әр адамның ішкі қоры бар. Бұл бүйрек, бауыр мен асқазан майлары. Ал іштегі май 80% судан тұрады. Су ішпегендіктен оразаның алғашқы күндері организм қиналуы мүмкін. Бірақ ары қарай ағза мұны түсінеді де күндіз су мөлшерін ішкі қордан алады. Мұны түсіну үшін организмге ең кемі 1 апта уақыт қажет. Ары қарай шөлге бейімделеміз. Организм ішкі қор арқылы өзін қамтамасыз етеді. Сөйтіп ағзада өзігінен тазалану процесі жүреді. Кей адам осы сәтте арықтайды, ал дұрыс тамақтанбағандар керісінше толады. Ең алдымен ауыз ашқан соң ағзадағы су мөлшерін қалыпқа келтіруді ойлаңыз. Ауыз ашарда бөлме температурасымен 1 литр немесе жарты литр арасында су ішу керек. Бұл алғашқы 20 минутта болғаны жөн. Суды бірден ішуге болмайды. Асықпай жаймен ішіңіз. Су неліктен бөлме температурасында болу керек? Себебі салқын су ішетін болсақ, ол асқазанда тұрып қалады да ішекке қарай өтпейді. Яғни суды дене температурасымен бірдей болғанша күресіп, асқазанда ұстайды. Ал біз ауыз ашқан соң ішкен тамағымыз сумен араласады да қоймалжың формаға еніп, тамақ дұрыс қорытылмайды. Осылайша оразада ағза тазаланудың орнына тамақ токсинге айналып асқазанда жиналады. Мұның арты иммунитеттің түсуіне әкеледі. Асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылады. Іш қатады, салмақ қосасыз. Міне осының бәрі суды дұрыс ішпегеннің әсері. Есте сақтаңыз, сәресіне дейін тағы 1 литр су ішу керек. Осылайша күніне 2 литр су ішу нормасын орындаймыз. Сәресі мен ауызашарға қандай тағам жеген абзал? Мысалы, 1 күндік мәзір. Оразадан басқа уақытта адам дұрыс тамақтанбауы мүмкін. Бірақ дәл осы күндері дұрыс тамақтануы тиіс. Себебі күндіз организм демалады. Ағзаға тамақ пен сұйықтық түспейді. Ал кешкі сағат 8-ден бастап организмде мелатонин ұйқы гормоны бөлінеді. Осылайша организм ұйықтауға дайындалады. Ал ораза кезінде дәл ұйқыға дайындық уақытында тамақ ішеміз. Сондықтан жейтін тамағымыз өте жеңіл болуы керек. Яғни тез қорытылатын, бірақ пайдалы тамақ жеген дұрыс. Мәселен, майсыз піскен ет, бұқтырылған көкөніс тұтынған жөн. Тауық не болмаса жылқы мен сиыр етіне піскен көкөніс те сіңімді. Міне осындай жеңіл тағам жеген жақсы. Осылайша ауыз ашарда көмірсутегін шектеген жөн. Көмірсутегі деп отырғанымыз картоп, ақ ұннан жасалған тағам. Себебі мелатонин гормоны бөлінгенде ағза тыныштық күйіне енеді. Керісінше сол кезде қатты тойып тамақ ішетін болсақ, гормондар дұрыс бөлінбей өзгеріске ұшырайды. Нәтижесінде адам дұрыс ұйықтамай, ұйқы бұзылады. Сөйтіп организмде эндокринді өзгеріс жүреді. Сол себепті ағзаға қатты күш түсірмей, жеңіл тамақтанған жөн. Мәселен, сәресінде ұзақ қорытылатын көмірсутегі қажет. Сұлы ботқасы мен пайдалы майлар, грек жаңғағы, басқа да кептірілген жеміс-жидек, авокадо, ірімшік, майлылығы жоғары қаймақ жеген дұрыс. Рамазан айында дене белсенділігіне көңіл бөлу қажет. Күннің қай бөлігінде спортпен шұғылдануға кеңес береміз. Жаттығу жасаған ағзаға пайдалы. Егер мен оразамын деп күні бойы төсектен түспесеңіз, миға глюкоза бөлінбейді.
Ал миға глюкоза бөлінбесе, адам әлсіреп, арты апатияға әкеледі. Біз глюкозаны көмірсутек пен тәттіден аламыз. Аталған заттарды күндіз тұтынбағандықтан, глюкозаны қимыл қозғалыс, жаттығу мен таза ауадан аламыз. Сол себепті күннің алғашқы бөлігінде жаттығу жасауға, болмаса жүгіруге кеңес береміз. Сол уақытта тамақ кеуіп кетуі мүмкін. Сонда ауызды сумен шаюға болады. Есіңізде болсын, жаттығу мен жүгіру кезінде организм шөлдемейді. Себебі ішкі қордағы су организмді қамтамасыз етеді. Бірақ ауыз ашқаннан кейін су нормасын толтырмасақ, ағзада сусыздану процесі жүреді. Сол үшін ауыз ашарда су ішуді ұмытпаңыз. Бүгін сәресіне байланысты бірнеше сұрақтардың жауабын алдыңыздар деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Оразаларыңыз қабыл болсын.